Көгершін мырза. Сәндік бұйым жасауға бір күн уақыттарың бар, тек өз қолдарыңмен жасаңдар. 10 сағаттан кейін сыныптастарың Адриан Агрестің әкесі атақты сәнгер Габриэль Агрес сендер жасаған дүниелерге бағасын беретін болады. Адриан жоғары бағаға ие болған бұйыммен фотосессия жасайды. Биылғы байқау тақырыбы дерби қалпақтары. Дерби қалпақтары? Дерби қалпағы. Менде дерби қалпағының үлгісі жоқ. Менде тек цилиндр, кепка және айыр қалпақтың үлгісі бар. Беректе сомбрерода тігіп бере алам. Еш қиындығы жоқ, бірақ дерби қалпағын. Ал егер бұлай болса ше, қалпақты көрсетсем деп оған шалынып қалып, Агрес мырзаның үстіне құлап кетсем қайтем. Адриан мені жек көріп кетеді. Жоқ, мен дизайнер бола алмаймын. Бәрі бітті. Сонша жылағаның не? Қане сызбаңды көрсетші. Бәлкім табылып қалар. Несіне әуре болам? Бәрібір жұмысын бағаланбай. Мәссаған, мына сызбалар әдемі екен. Сенен керемет дизайнер шығады. Рахмет, Адриан. Бұл менікі емес, Маринет жасаған үлгілер. Өте әдемі солай ма? Өнерлі екенсің, Маринет. Жеңімпаз атануың әбден мүмкін. Негізі, өз қолмен сызған үлгілер. Жоғары көтерілу ме? Олай емес пе? Айтайын дегенім... Рахмет. Оқасы жоқ, сәттілік тілейм. Түсірілімге сендікен дерби қалпағын кигім келеді. Келесі жолы өзіңді еркін ұста, естідің бе? Адриан сені жеңімпаз ретінде көреді. Естідің бе? Адрианға Маринеттің үлгілері ұнап қалды. Иә, естідім. Маринет жеңімпаз болғысы келеді. Армандапсың. Адриан менің үлгімді көргенде қателескенін түсінеді. Әрине, сені күн ұнатады. Сен ешқашан жеңілмейсің. Сен сызған үлгілер бірінен бір өтеді. Әрине, Сабрина, қойын дәптерін қолыма түсірсем болғаны. Байқаудың басталуына 9 сағат қалды. Қап, шабытым оянатын жерге барайын. Кездескенше... Бәрі дұрыс. Келесі құрбанымызды іздейтін уақыт келді. Кішкентай акумалар, содан кейін Леди Баг пен Супер мысықтан дейміз. Олардың тұмарлары тек менікі болуы керек. Тапсырманы орындау қиын екен. Маринет, сен бүкіл әлемді құтқара аласың. Қалпақты көсен үшін тікті емес қой. Тортқа ұқсайтын қалпақ. Әдемі әрі дәмді. Не деген керемет күн. Бүгінгі күн керемет. О, Эдгар, сүйкімді менің. Жарайсың, керемет қойылым. Қанатты егеу құйрықтар. Сізге еш рет ескерттім, Рамия мырза, көгершіндерді тамақтандыруға болмайды. Бұған тыйым салынған. Әркім тамақтандыра берсе, олар бұл жерді ластайды. Сонда көгершіндерді кім тамақтандырады? Саябақ қызметкерлерінің барлығы сізді танып алған. Сізді еш жерге кіргізбейді. Бұл жерден кетіңіз, әйтпесе полиция шақырам. Тоқтай тұр. Мен де полиция қызметкермін. Кет бар. Қап, мына кісіге жаным ашып кетті. Ешкімге ұқсамайтын кейіпкер, құдды құс адам дерсің. Қауырсындардан күртеше жасап берсең, құстан аумай қалады. Қауырсындардан дейсің бе? Жарайсың, Тики.